Саламатсыздар ма? Мен бүгінгі видеода акцияда болсын, криптода болсын, техникалық анализ арқылы индикаторларды қолдану арқылы жалпы рыноктағы бағаның өсуін және де түсуін қалай анықтаймыз, сол туралы айтатын боламын. Алдыңғы видеода сіздерге TradingView сайтына қалай кіру керек екенін көрсеткен болатынмын. Енді мына жерде индикатор таңдаймыз. Индикаторлар таңдап аламыз. Бірінші ең көп жалпы трейдерлар қолданатын индикаторларды айтатын боламын. Негізде индикаторлардың түрлері өте көп. Соның ішінде бізге керегі SMA. SMA-ны жазу үшін мына жерге Simple деп жазсаңыздар, мына Simple Moving Average деп шығып тұрады. Осыны таңдаймыз. Бізге мынадай көп сызықтар шығып кетеді. Бұны біз мына жерде настройкадан туралап аламыз. Бізге көп керек емес, бізге тек 200-лік және 50-лік түрі керек. Бір мен екіні қалдырамыз, қалғандардың бәрін өшіріп шығамыз. Окей, басамыз. Мына жерде алыс тұрған сызық ол 200 күндікті көрсетеді. Жақын тұрған сызық ол 50 күндікті көрсетеді. Егерде осы сызықтар, осы индикатор сызықтар акцияның астында тұрса, поддержка деген сөз, бағаны көтереді деген сөз. Мына жерде де астында тұр, мынау да астында тұр, демек бұл жерде бағаны көтерген. Мына жерде үстіне шығып кеткен, демек бұл жерде сопротивление, басады, бағаны түсіреді деген сөз. Мына жерде астында тұр, келесі баға өседі деп болжауға болады. Мына жерде байқасаңыздар, үстінен кеткен сызық, индикатор сызығы. 200 күндік алыста тұратын сызық. Негізінде осы алыста тұрған сызық бізге көбірек сигнал береді. Мына жерде қарасаңыздар, үстінде тұр, баға түседі дегенді білдіреді. Бұл уақыты ұзақтау болғандықтан үлкен таймфреймдерде жақсы көрінеді. Үлкен таймфреймдерде анық көрінеді бұл. Баға примерно жақтан басап қалып келген ғой. Мына жерде астында тұр, өседі дегенді білдіреді. Бірақ 200 күндік үлкен сызық по-любому үстінде тұр. Это по-любому түседі дегенді білдіреді. Мына жерде егерде сіздер трейдинг жасайтын болсаңыздар, бір күндік мысалы позицияны бүгін ашып, бүгін жауып тастайтын болсаңыздар, онда лонгқа кіруге болады. Егер ұзақ уақытқа ұстап отыратын болсаңыздар, онда мынау уже SMA-ның ұзақ уақыттағы индикатордың сызығы уже шортқа деген сигнал беріп тұр. Бұл жерде ұзақ уақытқа алатын болса алып қажет емес. Мына жерде астында тұр, екеуі де, демек бағаны көтереді деген сөз. SMA түсінікті деп ойлаймын. Енді EMA-ны көрсетейін. Қайтадан осы жерге кіреміз де Expon деп жазамыз, EMA-ны табу үшін. Exponential Moving Average деп тұрады. EMA-дан біз екеу қойып аламыз. Потому что бізге 9-лық, 20-лық және 45-лік, 50-лік қою керек. Ол үшін настройкаға кіреміз тағы да. SMA 1 мен 2-ні қалдырамыз. 3 пен 4 керек емес. Мына жерде 9-лық, 20-лық деп тұр. Енді екіншісіне барамыз. Тағы да настройкаға кіреміз. Мына жерге 45, мына жерге 50 деп жазамыз да. Енді мына жерде түстерін өзгертіп аламыз. Мынаның түсін қызыл алайық. Мынаның түсін қара алайық. Чтоб мына жерде түстерін ажыратып алу үшін да.
бұл индикаторда SMA-ға ұқсайды. Мынау астында тұрған үлкен сызық бізге жақсырақ сигнал береді. Бұл астында тұр, демек баға өседі деген сөз. 30 минуттықпен қойып көрейік. 30 минуттық таймфрейммен. Мына жерде индикаторлардың барлығы түйісіп қалғанда, индикаторлар үстіп барлығы бір жерге бірігіп астынан біріксе, онда бағаны көтереді деген сөз да, баға көтеріледі деген сөз. Ал егер индикаторлар мына жерде көріп тұрғаныңыздай бүкіл индикатор бір жерге түйісіп қалды, ол үстінен жоғарыда түйісетін болса, онда баға түседі деген сөз. Олар егер де жоғарыда, мына жерде де жоғарыда бүкіл индикатор бір жерде түйісіп қалды ғой, бағаны түсіреді деген сөз. Мына жерде төменнен түйісіп тұр ғой индикаторлардың бәрі бір жерге. Ол жерде бағаны өсіреді деген сөз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі индикаторымыз бізде MACD-ді көрсетіп кетейін. MACD бізде мынау MAK деп тұр ғой. MACD-да бізге жақсы сигнал береді. Мына жерде екі сызық бар ғой, мына астында көріп тұрғандарыңыздай. Осы мына қалыңдау сызығы егерде астына кететін болса, анығырақ көретін болсақ, мынау қалың көк сызық. Осыған мән беруіміз керек. Бұл жерде осы сызық астына кететін болса, онда астында тұратын болса, онда баға түседі дегенді білдіреді да. Мына жерде астында тұр ғой, уже баға жайлап қарасаңыздар түсіп жатыр. И мына жерде лонг позициялардың қаншалықты көлемі қанша екенін, мына жерде астына шорт позициялар, мына жерде уже қарап көрсек болады. Мына жерде уже жасылдар аз да, лонг позициялар аз. Мына жерде қызылдар көбейіп кетті, демек баға түсті. Мына жерде жайлап жасылдар шыға бастады, баға жайлап көтерілді. Мына жерде де жасылдар көп, мына сызық астында тұр, демек бағаны көтереді деген сөз. Мына жерде уже баға түсуі мүмкін. Бірақ индикаторлардың ешқайсысына ешкім гарантия бере алмайды, но бірақ бізге бағаны болжауға кішкене де болса көмектеседі. Келесі индикатор RSI. Мынау RSI деп тұр, осыны таңдаймыз. RSI бізде осы баға аралығында жүреді дегенді білдіреді да. Мына екі баға аралығында жүреді дегенді білдіреді да. Егер де мынау осының RSI-дің осы сызығы бар ғой, үзік сызық, осыдан егер баға шығып кететін болса, онда ол асыра бағаланып кетті дегенді білдіреді. Акцияның бағасы асыра бағаланып кетті, енді түседі дегенді білдіреді. Мына сызықтан шығып кетсе. Мына жерде бер деп тұр ғой, ол bearish и bullish деген, медвежий и бычий дегенді білдіреді. Bull деген сөз бұқа дегенді білдіреді. Red Bull деген сыртында қызыл бұқа деп жазылады, ішіп жүргендеріңіз. Сол сияқты bull деген сөз бұл бұқа дегенді білдіреді. Bear деген медведь, аю дегенді білдіреді. Яғни рынок медвежий болса, егер де түсе беретін болса бағалар, значит ол медвежий рынок. Егер бағалар жоғарыға қарай көтеріле беретін болса, онда ол бычий рынок деп аталады. Мына жерде соны көрсетіп қойған. Мына жерде уже бізде осы жерлерде лонгқа кірсек болады. Өйткені баға егер де мынандай кездер болады, астына түсіп кетеді баға слишком. Мына жерде мысалы қатты асыра бағаланып кеткен акцияның бағасы. Бізде мына жерде акцияның бағасы қатты төмен түсіп кетті деген сөз. Егер де мына сызықтан шығып кететін болса, демек қатты түсіп кетті, асыра түсіп кетті деген сөз. Демек келесіде көтеріледі деген сөз. Мына жерде асыра бағаланып кетті, демек келесіде түседі деген сөз. Осылай болжап көрсек те болады.
Келесі бізде Надарая. Надарая ол бізде міне Надарая. Бұл бізге мынандай жасыл, қызылдар тұр ғой. Міне мына жерде шортқа кір деген мағынаны білдіреді. Акция мына жерде сат деген мағынаны білдіреді. Мына жерде мынау жасылдар сатып ал деген сигнал бізде. Мына жерде сат деген сигнал. Мынау қызылдар. Мына жерде сатып ал деген сигнал. Осындай сигналдар береді бізге. Мына жерде сатып ал деген сигнал. Мына жерде сатып жібер деген сигнал. Осылай анықтаймыз. Келесі volume. Volume бізде мынау. Бұл жерде то же самое. Volume бізде бұл индикатор. Мына жерде егерде көктер, жасылдар көбейіп кететін болса, онда long позициялар көбейіп кетті деген сөз. Демек келесі қызыл болады. Мына жерде long позициялардың көлемі кішірейген сайын, егерде көлемдері кішірейіп жатса, онда келесіде уже қызылдар шығады деген сөз. Егерде қызылдың көлемі бұлай кішірейіп жатса, келесіде жасыл long болады деген сөз. Жалпы бұл long позиция мен short позицияның көлемін көрсетеді, қаншалықты жоғары екен. Мына жерде қызыл өте ұзын болып тұр, бұл жерде short позициялардың көлемі жоғары болып тұр. Мына жерде уже long позиция ашқандардың көлемі, акцияны сатып алып жатқандардың көлемі көбейіп жатыр деген сөз. Мына жерлерде уже акцияны сатып жіберіп жатқандардың көлемі көбейіп жатыр деген сөз. Жалпы осы рынокта қолданылатын индикаторлардың барлық трейдерлердің көпшілігі қолданылатын индикаторлардың барлығын айттым. Негізінде түрлері өте көп, бірақ ең танымал индикаторлар осы. Енді тек индикаторларға қарап қалмай, тренд сызықтарын алдыңғы видеода айтқандай, тренд сызықтарында сызу керек. Бұның барлығы техникалық анализге жатады. Егерде мықты техникалық анализ жасайтын болсаңыз, техникалық анализіңіз тура келсе, онда сіз ойлағандай болады рыноктағы баға. Позицияңызды прибыльмен жабасыз, яғни. Енді келесіде сіздерге паттерндер туралы айтатын боламын. Паттерндердің көмегі де өте жақсы, олар да жақсы сигнал береді. Ол туралы келесі видеода айтатын боламын. Егерде осы видео сіздерге ұнаған болса, және де пайдалы болған болса, онда мені қолдап, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер.